ғажайып бақ. Қазақ халық ертегісі. Баяғы заманда Асан мен Хасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, Хасен өзінің аз ғана малын бағып, күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы болады да, Хасеннің үміті ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда, Хасен жұтқа ұшырайды. Қыс аяғы қатты болып, аз ғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Хасен досына жылап келеді. Асан, сенімен қоштасайын деп келіп едім. Аз ғана малым қырылып қалды. Енді аштан өлместің қамын қылып, қайыр сұрап, тентіреп кетемін де. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап, көзіне жас келіп, Хасен досын құшақтап тұрып: Екеуміз жан деген жолдас едік қой. Мал жанымыз бірге емес пе? Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Көңіліңді жұбат, қолыңа кетпен алып тырбанып тіршілік қыл, дейді. Сол күннен бастап Хасен де егін салып тіршілік етеді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Арада біраз жылдар болады. Бір күні Хасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпеннің зыңылдап темірге тигенін байқап таң қалады. бұл не ғажап екен? Деп, сол жерді тереңдетіп қазып жіберсе, ішіне толтырып алтын салған бір қазан көрінеді. Хасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей досының үйіне қарай жүгіреді. Сүйінші Асан! Деп айғайлайды ол жүгіріп келе жатып. Сүйінші, бақытты болдың, үлкен олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен ішіне алтын толтырылған қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың. Сенің адалдығыңды білем ғой, Хасен. Бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой. Деп жауап береді. Оған Хасен болмай: Мен де сенің пейілікең, мейірімді кісі екеніңді білемін ғой, Асан. Бірақ сен маған жеріңді бергенмен жеріңнің астындағы қазынасын берген жоқсың ғой, дейді. Бірақ Асан да көне қоймайды. Ардақты досым, жердің асты үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін тамызып еңбек еткен адамдікі, дейді. Алтынды алғысы келмей бұл екеуі ұзақ таласады. Ақыры Асан мынадай бір байлам айтады: Тоқтат, таласты қоялықшы, Хасен. Сенің күйеу болатын ұлың бар, менің қалыңдық болатын қызым бар. Балалардың көңілі жарасып жүр ғой. Сол екеуінің басын қосайық та, алтынды соларға берейік. Тым болмаса, біздің балаларымыз кіріп тарылып көрмесін, дейді. Аталары осы байламын айтқанда, балаларының қуаныштан жүректері жарылып кете жаздайды. Сол күні той жасап, екі жасты қосады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен жеке отау болып, Хасеннің үйіне шығады. Хасен құдасының үйіне көшеді. Келесі күні таң сәрден жаңа қосылған жас зайыптылар алтын салған қазанды алып аталарының үйіне келеді. Қабақтарында кірбің барын көрген Асан мен Хасен: Не болды балалар? Ертелетіп келген түрлерің жаман екен, деп сұрайды. Аталары берген нәрсеге балалары ие болған жарамас. Біз алтынсыз да баймыз. Сүйіп қосылған екі көңілден артық дүниеде қазына бар ма? Дейді екі жас. Сөйтіп олар қазанды үйдің ортасына әкеп қояды. Енді алтынды кім алу керек деген талас қайта басталады. Таласып ақыры алыста оңаша тұратын бір дана қарияға барып жүгінбек болады. Талай күн, талай түн жүріп отырып, бұлар әлгі қарияның үйіне келеді. Алайда жалғыз тұрған қарияның жұпыны ғана қараша үйі бар екен. Қария төрге төселген жыртық киіздің үстінде отыр. Оң мен солында екі-екіден 4 шәкірт орналасқан. Жүгінуге келген екенсіңдер. Алыстан арнап келген түрлерің бар. Шаруаларыңды айтыңдар, дейді қария келгендерге. Жолаушылар қарияға өздерінің дау шарларын айтады. Бұлардың сөзін тыңдап, қария ұзақ үнсіз отырды да өзінің үлкен шәкіртіне бұрылып: Менің орнымда болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер едің? Деп сұрайды. Жер дүниедегі қазынаның иесі хан ғой, хан ем апарып беріңдер дер едім. Деп жауап қайрады үлкен шәкірт. Ал менің орнымда сен болсаң, қалай шешер едің? Дейді екіншісіне. Екінші шәкірті: Дауласқандар безген мүлік бидікі ғой, мен оны өзім алар едім. Дейді. Қария
бұрынғыдан бетер ренжіп жүзін суытса да сыр білдірмей үшінші шәкіртінен сұрайды. Ал сен айтшы, сен болсаң қалай шешер едің? Үшінші шәкірті: Бұл алтынның иесі жоқ. Оны еш қайсысы да меншіктегісі келмейді. Солай болған соң мен оны қайтадан жерге көмдіріп тастар едім, дейді. Қарияның жүзі әбден түнеріп кетеді. Ол енді ең кіші шәкіртінен сұрайды: Ал сен не істейсің, қарағым? Артық сөзім болса айып етпеңіз, ұстазым. Мен болсам осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далада саялы бақ өсірер едім. Арып ашқан кем-кетіктер сол бақтың саясында тыныс алып, жемісін қорек етіп, рахатын көрер еді. Осы сөзді естігенде қария көзіне жас алып, орнынан тұрып, кіші шәкіртін құшақтайды. Жасы кіші болса да ақыл артықты аға тұт деген сөз рас екен ғой. Сенің билігің әділ, балам. Осы алтынды алып, хан ордасына бар. Сонан соң ең жақсы тұқымдарды сатып алып, қайтып келді, өзің айтқан бағыңды өсір. Саған да, мына алтынға қызықпаған кең пейіл адал жандарға да кем-кетік жарлы Жақыбай атаулы өмір бақи риза болып алғыс айтар. Жас жігіт алтынды дорбасына салып жолға шығады. Ұзақ уақыт сапар шегіп, арып ашып, күндердің күні болғанда хан ордасына келеді. Қаланың қақпасына кірісімен ақ базарға барып, миуа ағашының тұқымын іздейді. Қызылды жасылды мата мен әртүрлі әшекейлі заттардан көз алмай базарды аралап жүргенде, арт жағынан керуеннің сылдырлаған қоңырауы мен біреудің айқайлаған ащы дауысын естиді. Жас жігіт артына жалт қараса, ұзына ұзақ тізілген керуен келе жатыр екен. Түйенің қомына, жүктің орнына, ой мен қырда, су мен шөлде болатын құс атаулыны тірі күйе теңдеп алған. Оларды аяғынан матастырып байлапты. Құстардың қанаттары қайырылып сынып, желі шырға мамықтары ақша бұлттай қалқиды. Түйелер аяңдаған сайын бейшара құстар тыпырлап, адамның сай сүйегін сырқырата шырылдайды. Осыны көргенде жас жігіттің жаны удай ашып, шыдамы жетпейді. Сығылысқан қалың жұрттың ортасынан жарып өтіп, жігіт керуен басыға келіп, әдеппен тағзым етіп: О, тақсыр, мына бейшара құстарды осыншама қинаған кім? Мұны қайда апара жатырсыз? деп сұрайды. Сонда керуен басы: Біз ханның сарайына бара жатырмыз. Бұл құстар ханның соғымы. Сол құстар үшін бізге 500 ділда береді, деп жауап қайырады. Мен 1000 ділда берсем, осы бейшара құстарды босатып жібересіз бе? деп сұрайды жігіт. Керуен басы жігіттің жұпыны түрін көріп, оның сөзін елең етпей жүре береді. Сол кезде жігіт иығындағы дорбасын алып, керуен басына алтынын көрсетеді. Керуен басы өз көзіне өзі сенбей қайран қалады. Бірақ саудагер қызылшыл болмай алтынды көргесін сұғанақтығы жеңіп: Ей, құстарды босатып жіберіңдер! деп әмір етеді. Бұғаудан босаған құстар тобымен аспанға көтеріледі. Керуеннің әкеле жатқан құстары тым көп екен. Олар жапырлай шыққанда күннің көзін бүркеп, қанаттардан ескен жел дауылға айналады. Жігіт ұшып бара жатқан құстарға қарап тұрып, құстар көрінбей кеткеннен кейін қаудырап босап қалған дорбасын иығына салып кейін қайтады. Қуанышы қойнына сыймай, аяғы жерге тимей әндетіп келе жатады. Бірақ ауылына жақындаған сайын көңіліне уайым кіріп, істеген ісіне өкініп, қайғыра береді. Басқа біреудің қазынасын өзімнің ойыма келген нәрсеге жұмсағаным қалай болды? Кем-кетіктер үшін бақ егем деген өзім емес пе едім? Ұстазыма мені тұқым әкеледі деп күтіп отырған ақ көңіл адамдарға не деймін? деп ойлайды. Жігіт осылай өзіне өзі ыза боп келе жатады. Бара-бара қайғысы деп, әбден арып құлап кетеді де, өзіне өзі өлім тілеп жылайды. Ақыры қайғы қасіреттен қажып ұйықтап кетеді. Ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде әлде қайдан бір әп-әдемі бұлбұл ұшып келіп, көкірегіне қонып, тамылжыған әсем әнді әуенімен: Уа, кең пейіл жас жігіт, сен көп қайғырып налыма. Еркін құстардың саған беретін алтыны жоқ. Бірақ сенің жақсылығыңды басқа жолмен қайырар. Ұйқыңнан оянып, жан-жағыңа қарашы. Көзіңнің жасы тыйылмас па екен? дейді. Осыны айтып бұлбұл пыр етіп ұшып кетеді. Жігіт көзін ашып жан-жағына қарап таң тамаша қалады. Кең далаға қаптап қонып отырған құстарды көреді. Құстар аяғымен шұқыр қазып, аузындағы дәндерді сол шұқырға салып, қанатымен топырақты сыпырып көміп жатады. Жігіт қозғалып кеткенде, құстардың бәрі лап етіп аспанға ұшады да кетеді. Тағы да құстар күнді қалқалап, қаққан қанаттарынан ескен жел дауылға айналады.
Жігіт жан-жағына қараса, құстар қазған әрбір шұңқырдан жас шыбықтар көктеп шыға келіп, өрмелеп өсіп, бұтағы күлтеленген, жапырағы жайнаған үлкен ағашқа айналып жатқанын көреді. Қас қаққанша болмайды. Ағаштың бұтақтарына жайнаған гүлдер өсіп, жұпар иісі аңқып кетеді. Содан кейін гүлдер ұшып түседі де, оның орнына қып-қызыл нарттай алмалар өсіп шыға келеді. Иран бағы мұның ширегіне де келмеуші еді. Қабығы маржандай жарқыраған зәулім алма ағаштарына сан жетер емес. Қаз қатар тізілген ағаштардың арасынан пісіп тұрған жүзім, бал татыған өрік, жарқыраған көл, көкорай шалғын бәйшешектер көрінеді. Ағаштың саясындағы жолдарға бұтақтан жаңа ғана түскен жапырақ төселген жолдың екі ернеуінде асыл таспен әшекейлеп өріп тастаған арықтардың суы сылдыр қағады. Ал жоғарыда ағаш басында пырылдап ұшып қонып тамылжытып ән салып, жігіттің манағы түсінде көрген бұлбұлдар ұшып жүреді. Жігіт қайран қалып, өңім бе, түсім бе деп сенбей жан-жағына қарай береді. Өңі мен түсінің қайсы екенін айыру үшін қатты айғайлап жібергенде өз дауысының жаңғырығын ғана естиді. Жайнаған бақ ғайып болмай сол орында тұр. Өңі екеніне көзі жеткеннен кейін жігіт өкпесін қолына алып қарияның үйіне қарай жүгіреді. Келісімен болған оқиғаны бастан аяқ айтып береді. Әңгімені тыңдағаннан кейін ұстазы және оның 3 шәкірті Асан мен Хасен олардың балалары бақты көрмек болады. Жігіт жол көрсетіп оларды ертіп келеді. Көп кешікпей-ақ құлазыған жапанда ғажайып бақ орнапты деген хабар бүкіл елге тарайды. Бірақ олар бақтың шетіне жетісімен-ақ алдарынан жеті құлып салынған темір қақпалы үлкен дуал пайда болады. Қақпадан өте алмайтыны көз жеткен ақсүйектер ерлерінің үстіне шығып, дуалдың үстінен қолын созып, алмаларды жұлып алмақшы болады. Бірақ олар алмаға қолы тиісімен-ақ естерінен айырылып, жерге құлап түседі. Мұны көрген соң-ақ бай мырзалардың зәресі ұшып, аттарының басын бұрып, ауылдарына қарай қашады. Олардың артын ала, баққа жер-жерден кедейлер келе бастайды. Кем-кетіктер жақындасымен-ақ қақпаның құлпы босап, есік айқара ашылады. Баққа әйел еркек, кәрі жас сыймай кетеді. Олар бақтың ішіндегі жолмен қыдырып, жапырақты таптап жүрсе де, жапырақтар солмайды. Олар арықтан қанша ішсе де арық лайланбайды, таусылмайды. Олар ағаштан қанша жеміс алып жесе де, жеміс азаймайды. Күні бойы бақ ішінде құйқылжыған домбыра сазы, шырқата салған ән, той думан саябырламайды. Ымырт үйіріліп қараңғы түскен кезде алмалар жарқырап, нұр шашып, құстар тамылжыта ән шырқайды. Қызық думан басылып, жарлы жақыбайлар хош иісті көк шалғынды төсеніп, өмірлерінде алғаш рет рахатқа кенеліп, тәтті ұйқыға енеді.